Balık pен жұмыртқаның құрамында өте пайдалы ақуыз бар. Олардың құрамында ақуыздан басқа майлар, көміртегі, дәрумендер, минералды тұздар да бар. Күніне 500 грамм сүт немесе айран ішіп, 150-200 грамм ет жеген адам ағзаға қажет бір тәуліктік ақуыз алған болып есептелінеді. Осылайша майды, түрлі дәрумендерді, минерал тұздарын, көміртегін ескере отырып, тағамдардың түр-түрін әзірлеуге болады. Қандай тамақтарда бар екен, соны сөйлеп? Онда жақсы балалар, оларда негізі орнымен қолдана білу керек. Негізі біздің жейтін көп тағамдарымызда, табиғи тағамдарымызда дәрумендер бар. Бірақ оны уақытымен қолдана білуіміз керек. Мысалы айтып отыр, ет тағамында дәрумен бар, бірақ оны біз кешке жатарда жей алмаймыз. Ол біздің асқазанымызға ауыр болады. Адам күніне 150-200 грамм ет жеу керек. Тағы да жеміс-жидектерде дәрумендер өте көп. Олар біздің иммунитетімізді көтереді, вирустан сақтайды. Жақсы, өте дұрыс айтасыз. Үшінші топтан. Адамға сүттен жасалған тағамдар пайдалы. Етті көп жеуге болмайды. Ол бүйрекке зиян болады. Етті 150-200 грамм, күніне 150-200 грамм, ал сүтті 500 граммдай ішу керек. Жақсы балалар, енді осы тыңдалған мәтін бойынша балалар әрқайсымыз жеке жұмыс орындаймыз. Барлығымыз етегіден проблемалық сұрақ құрастыратын боламыз. Соны басқа топтарға қоятын боламыз. Жақсы ма? Барлығымыз орындауды бастаймыз. 3 минут уақыт беріп. Проблемалық сұрақ деген сөзден қояды. Жеке жұмыс, жеке орындаймыз. Әрқайсымыз жеке орындаймыз. Балалар уақыт кетті. Күші көп, денсаулығың жақсы болу үшін дұрыс тамақтану керек. Не үшін кейбір тағамдарда шамадан тыс жеуге болмайды? Бірінші топқа қойыңыз, бұл сұрақты. Айта қойыңыз, жоқ сіз айтыңыз. Мен жоқ сіз айтыңыз. Не үшін кейбір тағамдарды шамадан тыс жеуге болмайды? Себебі біз кейбір тағамдарды шамадан тыс жесек, ол біздің денсаулығымызға кері әсер беріп, біздің денсаулығымыз құртуы мүмкін. Мысалы, шамадан тыс жесек, ол біздің бүйрегімізге және жүйке жүйемізге зиян әкеледі. Жақсы, жарайды. Енді бірінші топ сұрақтарыңызды қойсаңыздар. Бірінші топ. Ешқандай сұрақ жоқ. Ағзаға қандай тағамдар пайдалы? Екінші топқа қойдыңыз ба? Ағзаға қандай тағамдар пайдалы дейді? Жеміс-жидектер, ет, балық, тағы да Бұл проблемалық сұрақ. авокадо, тағы да басқа. Ағзаға түрлі тамақтардың ішінде көбінесе жеміс-жидектер, көкөністер, сосын шамадан тыс негізі балық пен ет те пайдалы, бірақ онда шамадан тыс жеуге болмайды. Жақсы. Тағы екінші сұрақ, иә? Адамның сезімділікке душар болуына шектен тыс тоя тамақ үшін әсер ететін мультфильм. Адамның масканы шешіп сөйлеп отырсыз. Адамның сезімділікке душар болуына шектен тыс тоя тамақ ішу әсер етіп неліктен айтады?
келеді өте белгілі жағдай ғой, иә? Семіздікке алып келеді, өйткені шамадан тыс тамақ жеген кезде тамақтан май немесе тағы да басқа нәрселер бөлінеді да, ол адам денесін жинағандықтан адам семіре бастайды. Дұрыс айтасыз, жақсы. Жақсы балалар, енді ал сұрақ қоймай. Бірінші топқа, иә? Дәруменнен не үшін пайдалы жеңілдің құрамы қандай? Дәрумен не үшін пайдалы? Бұл проблемалық сұрақ емес қой. Сіздер ешқайсыларыңыз проблемалық сұрақ құрастырмағансыздар, иә? Ол қазір алдағы тапсырмада өңдейтін боламыз. Бірінші топ сіздерге тыңдалым мәтіні және қосымша дерек көздерін пайдалана отырып, дұрыс тамақтанудың рационын құрастырасыздар, жақсы ма? Дұрыс тамақтану рацион дегенде бір күнде қанша тамақ жеу керек, қанша грамм жеу керек, қанша уақыт тамақ жеу керек, иә? Қанша калория жеу керек. Және де және де балалар, бұл жұмыстарымыз 4 балмен бағаланатын болады. Келесі екінші топқа тапсырма. Дерек көздерін пайдалана отырып кестені толтыруыңызға дейді. Осы жерде кестеде ақпараттар берілген, осы ақпараттарды толтыратын боласыздар. Сіздер де 4 балмен бағаланатын боласыздар. Және де үшінші топ дәруменде С дәруменінің пайдаларын жазып шығасыздар. Тоқтап келгенде сіздер үш минут уақыт берейін, 4 минут уақыт берейін, иә балалар? Бірінші топ тыңдаймыз. Отыр. Бірінші топ тыңдаймыз дедім. Кімге айтады қазір екінші топ жобалар? Салат ол пайдалы көкөністерден тұрады, сондықтан дәрумендері көп. Салатқа тұз қосылғандықтан адам денесі көбірек түседі. Түсінікті. Сіздің тәрбиеңіз витаминді форма. Дәруменде көп өзгерде зияны бар. Және жүзім ол қан айналымын жасатады және ішекті тазалайды. Көп мөлшерде жесе адамның іші ауырады. Яғни пайдалы жағы да зиянды жағы да бар, иә? Оны ескеру керек, дұрыс қолдана білу керек екен, иә? Жақсы, отырыңыздар. Енді бірінші топ шығастырмай, үшінші топ шығастырмай. Үшінші топ. Дәрумені, С дәрумені, иә? Дәрумені Иманбек тыңдандаршы. бойды өсіріп, жаңа жасуша түзілген септігін тигізеді. Иммунитетті жақсартады. Бұл дәрумен адамдардың көру қабілетін үшін өте қажет. Көру қабілетін жақсартады. С дәрумені ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы тұра алу әрекетін арттырады. Сүйекке және тіске беріктік қасиет береді. Болды ма? Иә. Жақсы. Бірінші топ. Сен. Болыңдар, бол бірінші топ. Балалар не уақыт созып, құтындарың шыға қалмайсыңдар ма? Дұрыс тамақтану рационы. Бірінші, таңғы асқа ботқа және сүт жеу керек. Оның аралығы 9 пен 15. Ыстық тамақ ішу керек. Оның арасы 12 және 1 сағат. Аралық ас, жеміс жидек, жеңіл тамақ жеу керек. Оның арасы 3 пен 4-тің арасы. Кешкі асқа салат тез құртылатын заттар жеу керек. Уақыт қай уақытқа дейін? 6 мен 7-нің арасы. 6 мен 7. Одан кейін тамақ ішпеу керек. Дұрыс тамақтану, дәрумендерді дұрыс пайдалана білсек, ол біздің ағзамызға не істейді екен, жақсы әсерін тигізеді екен, иә? Оны мөлшерден тыс пайдаланып жіберуге де болмайды, болмаса аз пайдалануға да болмайды.
беріп отыруымыз керек екен, иә? Тақтаға назар аударайық, балалар. Мына жерде одағайға байланысты сәйкестендіру тесті берілген. Бірінші сөйлем, әжем құрау деп малдың алдынан шықты деген шақырып одағай, иә, бізде. Келесі, көңіл күй одағай, иә. Енді балалар, осы сөйлемдерді қазір әр қайсымыз бір сөйлемнен, әр топ бір сөйлемнен морфологиялық талдау жасайтын боламыз. Бірінші топ, бірінші сөйлемді, екінші топ, үшінші топ, сөйлемді. Әр қайсымыз морфологиялық талдау жасаймыз, тездетіп. Бірінші жазып алыңыздар дәптеріңізге сөйлемді. Барлықтарыңыз дәптеріңізге жазыңыздар. Морфологиялық талдау жасаймыз. Başlar, bir söylemeyin. Hatta aşırı rastlayalım, imam bir söylemeyin. Mustafa. Екінші топтан да бір оқушы ар жағына жазып жіберсін. Тез талдап жүрейік. Қалғандарын көмектесеміз, иә, тоқымызға? Иммунитетті жақсартады дейді. Тағы адам денсаулығын қорғайды дейді. Тіске пайдалы деп жазайын деген болып берген мына жерде. С дәрумен тіске деп қойыпты. Ағзаға пайдалы дейді. Балалар бәрін жазып болса, иммунитет жақсартады, тағы жазып жатыр әлі. Денсаулыққа күш қуат береді дейді. Ағзаға пайдалы дейді. Өте жақсы. Жақсы балалар.